Сәлеметсіңдер ме балақайлар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 77-ші сабақты өтетін боламыз, яғни есептер шығарамыз. Бүгінгі сабақта балалар есептер шығаратын боламыз. Олай болса, бізге берілген бірінші тапсырма өзіндік жұмыс. Сырым ата-анасымен бірге саяхатқа жиналды. Олар өздерімен бірге сол аймақтың планы мен өлшеуге арналған құралдарын алды. Олар планға машинамен жүретін жолдарды кесінділерімен белгіледі. Көк кесінділердің, қызыл кесінділердің ұзындықтарының қосындысын тап. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр. Балалар, мінекей бізде 10 сантиметр қызыл сызық, одан кейін 8 сантиметр, одан кейін 2 сантиметр берген. Енді осылардың барлығын қосатын болсақ, бізде қызыл сызық 20-ға тең екен, ал көк сызық бізде 5 сантиметр, 4 сантиметр, 1 сантиметр берген. Барлығының қосындысы 10 сантиметр екен. Енді балалар, бізге берілген есепті шығарайық. Біріншіде бізде қызыл жолақ 20, көк жолақ 10 деп берген екен. Барлығының жауабын табу керекпіз. Барлығының жауабын табу үшін 20-ға біз 10-ды қосамыз. Сонда бізде 30 болады. Жауабы барлық кесіндінің ұзындығы 30 сантиметрге тең екен. Екінші есепте қызыл белгісіз, көк жолақ 10 дейді. Барлығы 30 екен. Енді біз қызыл жолақты табу үшін не істейміз? 30 жолақ 30-дан, яғни барлығынан бізге белгілі көк жолақты алып тастаймыз. Сонда бізде 20 қалады екен. Яғни есептің жауабы қызыл кесіндінің ұзындығы 20 сантиметрге тең екен. Үшінші есепте қызыл 20, ал көк белгісіз, барлығы 30 сантиметр дейді. Бұл жерде біз көк жолақты табу үшін не істейміз? Барлығы 30, яғни осы 30-дан қызыл жолақтың сантиметрі бізде 20, 20-ны алып тастаймыз. Сол кезде бізде 10 қалады екен. Жауабы көк кесіндінің ұзындығы 10 сантиметр. Бұл бізде балалар өзара кері есептер екен. Екінші тапсырма: есептерді оқып, оларды салыстыр. Есептерге қысқаша жазылуын таңда. Олардың біреуін жазып шығар. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, одан 1 дециметр ұзын қызыл кесінді сызды. Қызыл кесіндінің ұзындығы қанша? Балалар, ол үшін біз кесінді көк 2 дециметр дейміз, қызыл 1 дециметр ұзын екен. Шешуі: 2-ге қаншаны қосамыз? 1-ді қосамыз, сонда 3 сантиметр шығады. Жауабы қызыл кесінді 3 дециметр екен. Екінші есеп: әкем ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді, одан 1 дециметр қысқа көк кесінді сызды. Көк кесіндінің ұзындығы қанша? Қызыл бізде 3 дециметр, көк кесінді 1 сантиметр қысқа, сонда көк кесіндіні табуымыз қажет. Қанша екен? Яғни шешуі 3 дециметрден аламыз осы 1 сантиметрді. Сол кезде бізде 2 дециметр қалды. Жауабы көк кесіндінің ұзындығы 2 дециметр екен. Балақай. Үшінші Б есебі: әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді сызды. Көк кесіндіге қарағанда қызыл кесінді неше сантиметрге ұзын? Олай болса балалар, үшінші есепті де шығарайық. Көк 2 дециметр, қызыл 3 дециметр. Барлығы табуымыз үшін 3-тен 2-ні аламыз, 1 қалады. Жауабы қызыл кесінді 1 сантиметр екен. Үшінші есеп: осы орынға тиісті амалдарды таңбасын ата, қалай пайымдағаныңды түсіндір. Балалар, осы орынға қосу немесе алу таңбасын қоямыз. Бұл жерде 4-ке қаншаны бірінші алып көреміз. 4-тен 1-ді алсақ, бізде 3 қалады. Яғни бұл дұрыс емес, біз қосады екенбіз. 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады. Мінекей балалар, астына дұрыс нұсқасын жазып қойдық. Өздеріңіз осылайша қосу және алу таңбасын қою арқылы есептердің жауабын шығарып, тексеріп көрсеңіздер болады. Төртінші есеп: есепті шығар. Автокөлік 1 сағат
сағат жолға 10 литр жанармай жұмсады. Жанармай осындай мөлшерде жұмсалатын болса, 2 сағатқа неше литр жанармай қажет? Яғни 1 сағатта 10 литр жесе, 2 сағатта 20 литр, 3 сағатта 30 литр, 4 сағатта 40 литр жанармай жейді екен. Осымен балақай, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.